Рота, тұр! Доға, жатыңдар! Сарбаздар, тұрған кезде барлықтарың көрпелеріңді төсектің аяғына қарай серпе лақтырасыңдар. Түсінікті ме? Солар. Рота, тұр! Міне енді дұрыс болды. Жатыңдар! Оңла! Жайлы жатып жақсы тұрыңдар. Жақсы түстер көріңдер. Қайырлы түн! Рахмет! Таңғырсыз. Bir, iki. Түсінікті ма? Дәл солай. Үстіме тұрым. Ой, қатырасың, Қайсар, қатырасың. Айтпақшы жігіттер, сендер естідіңдер ме осы? Біздің әскер әу баста арнайы мақсаттағы әскер болыпты ғой. Қалай сонда? Бұрында арнайы мақсаттағы әскер деген түсінік болмапты. Сондықтан олар осы киімді киген десанттың. Жай ма, неліктен? Өз киімдері болмағаннан кейін шығар. Нариман, сонда олар тыржаламай сүрген бәлі? Ой, кетші. Сен айтып тұрған мына киімді киген деп. Жігіттер, оны қойыңдаршы. Мен парашютпен секіретін күнді тағатсызданасыз күтіп жүрмін. Қашан секіреміз? Айтпақшы. Бір түрлі қорқынышты сияқты. Сен не, биіктіктен қорқасың ба? Биіктіктен қорқпаймын. Енді сонда неден қорқасың? Бала кезімізде әткеншекке отырғызған кезде бірақ биіктікке шығарады, иә, бірақ сол жақта жүрегім айнып бір мазам кетіп қалады өзімнен өзім. Бұған ұшақтың не қатысы бар? Қалай қатысы? Енді Ан-12 ма біреумен ұшырады ғой бізді. Қайдан білейін? Ұшақпен ұшамыз әлі. Әткеншегінен де жаман ол ұшақ деген. Қайдан білейін? Енді кинодан көрсең газет ұстап, тамақ жеп, сол. Ғалымжан, ол жолаушылардың ұшағы ғой. Оның ішінде стюардесса ары-бері виски тасып. Біздікі мүлдем басқа. Қала бермеш? Қайдан білейін? Талғат осы немене әкренге бересің? Ғалымжан өмірі ұшаққа отырып көрген емес. Саған не істедім? Тыныш отыр, қазір көзің ине кіріп кетеді. Неме осы сен астамсып отырасың, а? Не? Астамсыма? Оңдырмайын бар ғой? Кім астамсып тұр? Талғат, қой дедім ғой мен саған. Ал қой қыз. Қолыңнан кесе. Әкірен кемесең болады ғой? Осы екеуіңе қошқар сияқтысыңдар е. Тіресе кетесіңдер бірден болса. Қойыңдар. Бір істедің ба? Мен саған бір істедің ба? Не? Мә саған. Қошқар сияқтысыңдар. Жүндіргені жоқ қой. Баламжан! Кетші бар бәрі. Кетші. Төбелеспесеңдерші. Туғансың. Отыр, кет. Мен де отырдым. Мен бұлған бір әстеп тестім ба? Нариман, ау, антты жаттың ба? Антты? Ол не жаттайтын бар? 2 рет оқысаң жатталмай ма? Сенің жолың бол ұшақ ет.
Мүлде ештеңе жаттамадың ба? Көрмеше, жігіттер мазақ көзі. Ертең ант қабылдайсың ба, қалай жаттайсың? Қалай айтасың сонда? Мүлде ештеңе жатталмай ма? Жаттадым ғой. Енді? Тек бір-ақ жолын ғана. Тоқтайшы. Мен Сайын Нариман Ахметұлы қарулы күштердің қатарына ене отырып ант қабылдаймын. Және ақтық демім қалғанша қызмет етуге. Тоқтай тұр, асықпашы. Асықпашы. Жоқ, мен мынаны ғана жаттадым. Мен Қойшыбек Қалымжан Омарбекұлы. Ие. Ары қарай. Болды. Өзің атыңды ғана жаттап үлгергенсің ба не? Тоқташы, жігіттер ес қоймаймыз, ұят болады. Уайымдамашы, көмектесем, бәрі жақсы болады. Қалайша? Бар бір әдіс, бар. Рахмет, Қойшыбаев Ғалымжан Омарбекұлы. Рахмет. Аюп, қолың жусаш? Қазір. Аюп, көресіңдер кәсіп. Керек та, сорпасының дәмін татпасына үстіне тұз қосып. Қойш? Тұз болсын болмасын қосып. Сондайдың бәрін қайдан байқап қойсын осы сен? Енді. Аңғарып жүрсің, е? Тез, жылап. Қазір көреміз. Үстеді ма? Ас қосып жіктер. Ас болсын. Жоқ болсын. Тұзым көп, сау жерін ойдым. Доғар күлкіні. Астарың дәмді болсын. Десантшының біріншіде тамағы тоқ болу керек. Екіншіде шымыр болу керек. Үшіншіде төзімді болу керек. Осы жадыларына түйіп алыңдар. Содан біздің ата-бабаларымыз әлгі жоңғарларды екі таудың ортасына қамап, бастарына таспен ұра берген. Мылжа қан. Отыр. Тазалық жасап жатырмысың? Дәл солай. Дұрыс. Тазалық денсаулықтың кепілі деген. Орның отыр. Болады. Көңілдісіңдер ғой. Десант дегеніміз көгілдір беретпен теңбіл майка киген, тепсе темір үзетін қырағы жауынгер, жүрек жұтқан парашютші ғана емес. Десант қатарында қызмет ету болаттай беріктікті, шыдамдылық пен ширақтылықты қажет етеді. Десантшыға тек қана қырағылық, төзімділіктен басқа қайсар рух та қажет. Онсыз болмайды. Десантшы жаудың арандай ашылған аузына түсе отырып, оның жағын талқандап шығуы тиіс. Бұдан асырып айта алмаспыз.
Сендер әлі жас сарбазсыңдар. Әскери өмірдің, нағыз десанттың тағдырын әлі жете түсіне, жете сезіне алған жоқсыңдар. Бірақ аз ғана уақыт ішінде біздің аэроұтқыр әскерлерінің нағыз беделді, бетке ұстар әскерлер екеніне көздерің толығымен жететін болады. Қатардағы Байжан, тұр. Мен... Сен не қиялдап отырсың? Әлде біреуді сағынып отырмыз? Жоқ, гвардия майор мырза. Мен жай ойланып кетіппін. Жай ойланып деймісің? Дәл солай. Ойланған жақсы. Бауыржан атамыздың мынадай бір сөзі бар. Көп тұрған су сасиды, ойламаған ми сасиды деген. Кереметсіз, майор мырза. Мен сендерге бір әңгіме айтайын. 90-шы жылдардың басы болатын, ол бір аласапыран кезең еді. Тәжік-ауған шекарасында қызмет атқарып жүргенбіз. Ол кезде кеңестер одағы тарап кеткен, әрбір мемлекет өзінше жеке мемлекет, жеке ел. Арамызда бір офицер бар еді. Кеңестер одағының тарағанына, одақтың құлағанына қатты қайғырып, көп ойланады. Сол көп ойланып жүрудің арқасында бір күні маңдайына оқ тиіп мерт болды. Ойлануға тыйым салмаймын, сарбаз. Ойланғаның дұрыс, бірақ мұқият бол. Құлағың түрік жүретін болсын. Ұқтың ба? Дәл солай. Отыр. Ал, сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Бірінші нормативті орындаймыз. 7 секунд. Өте жақсы. 8 секунд. Жақсы. 10 секунд. Қанағаттандырарлықтай. Түсінікті ме? Дәл солай. Еспеттім! Дәл солай. Қанекей. 1, 2, 3. Жылдам. Қойшыбай, не бол? Бұл маған симай атыр. Қалайша симай, бұл мамытқа да кигізуге болады. Мамытқа? Е! Қойыңыз мүмкін емес. Қалайша мүмкін емес. Өткені мамыттар баяғыда құрып кеткен, аға сержант мырза. Старшина мырза. Естідіңіз бе? Неме? Қатардағы Қойшыбай, мамыттар құрып кеткен дейді. Солай ма? Елестет көрміш. Елестете алмадым. Мен де елестете алмадым. Бірақ Қойшыбай елестете алады екен. Сержант, Қойшыбай, мен саған ерегескенде ең тарын берем. Қатардағы Нияз? Қанекей, газтарыңды Қойшыбаймен ауыстыр. Көп болады. Жылдам. Кел. Қалай? Сүйді ма? Тар дейсің. Бірге. Жаттығу жасауға кіріс. 20 рет. Серппе жасайсың. Құтың ба? Артың тұр. 1, 2, 1, 2. Тоқтама. Мен сендерге, сарбаздар, жаттығудың не екенін түсіндірем. Түсінікті ме? Естіметтім! Тұр деген бұйрық болған жоқ. Жат жерге! 1, 2, 1, 2. Газтарларыңды шешіңдер. Қойшыбай, орныңа тұр. Қалай, енді түсіндің бе? Дәл солай. Қанекей жігіттер, бар күшіміз саламыз. Себебі күшіміз соны жігерлердің нағызы рақатқа бөлек. Қанекей, бол, жөңгі!
рет қайталап айтам. Шық! Бұл! Жарайсың. Ой, қане сай. көтер алмайсың ба? Қанеке көмектес. Сержант мырза, Аға! кешіріңіз. Аға сержант мырза, қатардағы жауынгер Қойшыбай жаттығуды аяқтады. Жарайсың. Жаттығудағы қиыншылық тек уақытша ғана. Білімсіздік. Міне! Нағыз қиындық. Түсінікті ме? Жауынгер, ертең осалдығыңның кесірін көріп жүр. Тұрда жалғастыр. Вот, тез, жүгір! Жүгір! Жүгір, қалма! Бәрін үлгеру мүмкін емес. Алайда жеңіске жету үшін өз-өзін қамшылаумен батыл шешім қажет. Қалма, қалма, тез көтеріл! Көтеріл, жауынгер! Әлсі қалмай жатырсың ба? Жауынгер, тоқта. Қайта қайт. Жолдасына көмектес. Өз шықсың ба? Көмектес деймін саған. Нишаншылар бір-біріне ешқашан тастамайды. Көмектес! Жаттығуда қиын болса, соғыста оңай болады. Сендер қалмаңдар, жүгір! Жүгір, тоқтама! Жүгір! Сенің әлі кеш деп ойлап жүргенің шын мәнінде әлі ерте деген сөз. Өмір дегені тек қана жаттығуларда тұрмай. Ал егер де сен сол жаттығуларды орындай алмасың, сенің қолыңнан не келеді? Сондықтан да жинақтал, жауынгер. Түсіндің бе? Дәл солай. Түсіндің бе? Дәл солай. Кіріс көне. Кәне, кәттік! Бас аяқты! Оңай қалма! Оңай қалма! Орынға! Тоқта! Солға! Газ тұтарды! Шеш! Зот! Реттел! Жел! Тік тұр! Міне, бұл дегеніміз сендердің алдағы уақытта көретіндеріңнен кішкене ғана бір бөлшегі. Араларындағы кейбіреулерің аэроұтқыр әскерлерінің қатарына түскендеріңе өкініп те тұрған боларсыңдар. Керісінше кейбіреулерің бақыттысыңдар. Жанболат! Мен! Сен бақыттымысың? Дәл солай! Сайын! Мен! Сенші? Дәл солай! Міне тамаша. Зот! Зет! Тік тұр! Оңға! Асханаға қарай адым бас! Оңи қалға!
осы аэроұтқыр әскерлерінің не қажеті бар? Қалай не қажеті бар? Бұл жер сен жүретін жер емес қой. Жағынан басын орнына қойсыншы сен. Мен саған жаным ашып айтады. Ертең бірдей болмаса бірдей. Екі аяғын көктен кесе қайтасың. Старшинаның айтқанынан кейін мен тоқтамаймын. Иә, шынымен де. Оның айтқан сөздері жігеріңе жігер қосып, шабыттандыра түсіреді. Иә. Кеше айтқан сөз қалай еді? Жауынгер! Бүгінгі сіздің ертең көз жасың айналмасын деген. Мықты, е? Төк қарның тоятын емес. Бұл сыймыз? Мынау не? Қарным ашық. Старшина тұр. Енді оны қалтаңыз... Доғар Қойшыбай. Тұр! Тамақтанып доғарыңдар. Тұрыңдар. Біздің әскердің берген тамағы кімнің қарнын тойдырмайды? Қолдарын көтеріңдер. Сұрақты қайталайын. Әскердің берген тамағына кімнің қарны тоймайды? Қолдарын көтеріңдер. Көрдің бе Қойшыбай? Бәрінің қарны тояды. Мынау не? Бұл маған емес. Енді кімге? Бұл кептерлерге. Кімге? Кептерлерге. Сен бұл жерден қашан кептер көрген, ә? Қатардағы жауынгер Әлімбай. Бір бөлкен әлекел. Хоп болады. Тез. Ескі әдісті қолданбаса болмайтын сияқты. Мұнаны түгелде жеп қойың үшін 1 минут уақыт берем. Тез, уақыт кетті. Бұл енді қайталанбайды. Бұны шынымен де жегізеді деп ойладың ба? Солай. Жексен бүгін не істейсің? Қалға сейілге шығам. Сейілге шығасың. Ал сен? Сол жексен бүгіні сейілге шықпайсың. Түсінікті ме? Құп болады, бірақ... Бұл бұйрық. Ал бұйрық ешқашан талқыланбайды, мүлтіксіз орындалады. Түсінікті ме Қойшыбай? Жөн солай. Отырыңдар. Тамақтануды жалғастырыңдар. Не болды? Не болды? Мен жұрған түсіп кетті. Көш сен. Онсыз да жетісіп отырған жоқ. Не болды? Бағана бір бөлкен нанды бермегеніне көңілің түсіп отыр ма? Ой, Жанболат. Осы сенің күш қуатың таусылмайды. Мен жаттығумен айналысқан кезде шаршамай, керісінше. Күш жинай. Рота! Ал, жауынгерлер, сонымен
Бүгін сендердің өмірлеріңдегі ең маңызды сәттеріңе дайындықтарыңды көруге асығып тұрмын, а? Үйлену тойына ма? Жоқ! Сарбаздар үйлену той емес. Үйлену әскерден кейін болады. Ал қазір алдымен абыройларың төкпелерге тырыссыңдар, ал абыройды төктіңдер, бітті деген сөз. Жеке тұлға ретінде қалыптаса алмайсыңдар. Ал ол деген сөз өліммен бірдей. Ұқтың ба, Нияз? Дәл солай. Егер тағы да менің алдымда көсемсініп, айтқан сөзіме қарсы келетін болсаңдар, өмірлеріңді тозаққа айналдыратынымды ескертемін, ұқтыңдар ма? Ертең отан алдында ант қабылдайсыңдар. Ал қазір жағаларыңды көрсетіңдер. Ақымаққа қараңдар. Жауынгер, кім үйреті саған бұлай жағаны тігуді? Кім? Өзім. Өзің? Сөкте мұнаны. Қайтадан тік. Қатардағы сайын. Мен. Үйрет мұны ақымаққа қалай жаға тігуді. Құп болады. Ертең бәрі де жарқырап тұратындай болсын. Бәрі аяқ киім. Белдіктің айылы басы бәрі таптаза болып жарқырап тұратындай болсын. Сержан, мен өзің қадағалайтын боласың, ұқтың ба? Құп болады. Қатардағы Нияз. Мына жеріне аяқ шашылып жатыр. Қай жер? Сөзіңді доғар да. Дәлізді таптаза қып тазалап қой. Шыбын тайып жығылатындай. Қалай сонда? Ей, не бәрінен де ақылдысың ба не? Кім, мен ба? Мен емес қой енді. Бар шелекті ал да, дәліздің ана басынан мына басына дейін жуып шық. Тап-таза болатындай бар. Ұқтың ба? Құп болады. Тез! Кірсіңдер. Сен аяқ киімі тазаламасың ба, жауынгер? Кінәлімін. Қазір дейм арада аяқ киіміңді тазала. Жағаңды тік. 2 минуттан соң өзім тексерем. Түсінікті ме? Құп болады. Орында! Айтпақшы, Нарим. Ұмытқан жоқсың ба? Нені? Ант туралы. Ұмытқан жоқпын. Ең бастысы қара. Дәл ұйықтар алдында жаттап алу керек. Шерішті. Сол кезде анттың мәтінінің сөзі тікелей миыңа барып түседі. Сол кезде мәңгілікке сақталып қалады. Қайда барып түседі? Мида бір бөлімше бар. Ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді сақтау бөлімшесі. Түсінбедім. Жарайды, маңызды емес. Кейін түсіндірем. Мен саған анттың мәтінінің сөзін айтып отырам. Сен сол кезде ән тыңдап отырмын деп ойла. Ән жақсы көресің бе? Иә, жақсы көрем ғой, әрине енді. Оның сөздері есінде қала ма? Шын айтсам жоқ. Бір әннің сөзі есінде қалмаймын енді. Енді есімде қалады ғой. Қандай? Бір ән ғана. Қандай? Айт. Ол... сен күлесің тағы да, сосын. Қайдан шығарасың осы күлейік дегенді? Күлмеймін, айтшы. Шын ғой. Күлмеймін. Бесік жыры, анам үйреткен. Тамаша ғой. Күлет деген қайдан шығарасың, ғалымжан? Қара, мен саған анттың мәтінінің сөзін айтып отырам. Иә. Сол кезде сен анаңның бесік жырын тыңдағандай бол. Және миыңа дұрыстап сақтап отыр сөздер. Жарайды, тырысып көрейінші. Мен Қазақстан Республикасының азаматы Қойшыбай Ғалымжан Омарбекұлы қарулы күштердің қатарына кіре отырып ант қабылдаймын. Және Қазақстан халқының оның заңды түрде сайланған президентіне ақтық темір қалғанша адал болуға, өзімнің егеменді мемлекетімнің конституциясы мен заңдарын қастерлеп сақтауға салтанатты түрде ант етемін.
өзіме жүктелген міндеттерді, әскери жарғыларды және командирлер мен бастықтардың бұйрықтарын сөзсіз орындауға, әскери қызметтің қиыншылықтары мен ауыртпалықтарына табандылықпен төтеп беруге ант етемін. Әскери істі ынта қойып меңгеруге, әскери және халық мүлкін аялап ұстап, Әскери және мемлекеттік құпияны қатаң сақтауға ант етемін. Мен өз отанымның тәуелсіз Қазақстанның мемлекеттік мүдделерінің ер жүрек әрі батыл қорғаушысы болуға ант етемін. егер мен Өзім қабылдаған әскери антымды бұзсам, Онда мен Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген қатаң жазаға ұшырайтын болайын. жас сарбаздарды ант қабылдау жермен құттықтаймын.